Сәлеметсіздер ме достар? Біз бүгін сіздермен countable and uncountable nouns, яғни саналатын және саналмайтын зат есімдер туралы үйренетін боламыз. Өте оңай тақырып. Мына жолға қарасаңыздар, chair to chairs. Орындық, екі орындық, яғни санауға келерде біз қанша екенін санай аламыз. Демек, бұл саналатын зат есім. Cup, four cups. Бір пиала дейміз, кружка дейміз. Бір шашка және 4 шашка. Санауға келеді. Санай аламыз. Демек, бұл саналатын зат есімдерге кіреді екен. Оңай. A boy немесе one boy дейтін, two boys. Бір жігіт және екі жігіт. Саналады. Адам болғанменен де саналады. Саналатын зат есімдерге қосылып кетеді. Яғни қолмен санауға келетін зат есімдерді біз countable nouns деп атаймыз. Apple, apples, banana, 5 bananas, sandwich, 2 sandwiches деген сияқты санауға мүмкін зат есімдерді біз countable nouns деп атаймыз. Яғни бұған біріншісінде жеке түрден көпше түрге ауысқан кезде еш жалғау жалғанады. Яғни саналатын болған екен, оғыл бір емес, 4-5 зат болғандықтан оған еш жалғау жалғанады екен. Өздеріңіз көріп тұрғандай, a cake, 9 cakes. Мына жерде 9 торт бар екен. Астында суреттермен көрсетіліп тұр. Жақсы. Яғни бұл саналатын зат есім. Саналмайтын зат есімдерге қарайтын болсақ, бұл саналмайтын зат есім, мысалы үшін адамның эмоциялары. Жазып алыңыз, адамның эмоциялары бақытты, көңілді, қуанышты, қорқып тұр, бақытсыз болып тұр. Бұлар саналмайтын зат есімдер. Яғни мен бұл жерде тщательно жазған жоқпын. Өте оңай болғандықтан, яғни саналмайтын зат есімдердің біріншісі ол адамның көңіл күйі. Екіншісі абстракты ұғымдар, информация. Сонымен қатар көптеген абстракты ұғымдар бар ағылшын тілінде. Информация болады, уақыт, ғаламшар. Міне осылар саналмайды екен. Сонымен қатар ауа райына байланысты жаңбыр, жел, қар, күн шығып тұр. Осылардың барлығы саналмайды. Үшіншісі ауа райы. Төртіншісі сұйық заттар, тамаққа қосатын міне. Осындай заттар саналмайды екен. Біз бір тұз, екі тұз деп атай алмаймыз. Бір су, екі су деп айтаймыз. Яғни олар саналмайтын зат есімдер болып есептелінеді. Назарларыңызға рахмет. YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Алдағы уақытта жақсы видеолар шығады.